Сәлеметсіңдер ме балалар? Өзін-өзі тану сабағына қош келдіңдер. Бүгін біз ақыл-парасат, ерік-жігер және жүрек тақырыбындағы екінші сабақпен танысамыз. Сабақ барысында ақиқат, білім іздеу, жауапкершілік, парасаттылық туралы ұғымдардың мәнін ашуға тырысамыз. Ал енді балалар, бірінші сабағымыздың дәйек сөзімен танысып алайық. Адамдарға ақыл-парасат өз өмірін жақсарту үшін берілген деп Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқан екен. Осы дәйек сөзді есімізге сақтап алайық. Парасатты адам ар-ұят пен адамшылыққа жүгініп, ақиқатқа талпынады. Әрбір істе көрегенділік пен зерделілік, байыптылық пен байсалдылық танытып, дұрыс әрекет жасайды. Ешкімге оймен, сөзбен, іспен қиянат жасамайды. Адамшылық кісіге пайда тигізу, ел қамын ойлау деген сияқты жақсы ой, таза ниетте болып, айнала қоршаған ортаға риясыз қызмет етеді. Адам алдымен ойлы, парасатты болуға, ақыл-ойдың жан-жақты дамуына көңіл бөлуі қажет. Шын мағынасындағы білімділік тамаша адамгершілік сипат. Енді балалар, келесі кезекте мұғалім сыйына назар аударайық. Адами құндылықтар атты бейнебаянды тамашалаймыз. Шығармашылық жұмысқа назар аударайық. 4-ші тапсырманы орындаймыз. Парасатты болу парызым тақырыбына көзқарас, себеп, мысал, қорытындылау әдісімен талқылаңдар.